Бәріне сәлем, менің есімім Үміт. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл каналда мен декреттен кейінгі өмір, яғни балдарды садикке беріп, енді мен өзімнің миыммен, денеммен, өзімді дамытумен айналысып жатырмын. Және де біз жақында Астанаға көшіп келдік. Сол себепті осы каналда жас отбасының Астанада дамуы, армандарына жету деген сияқты влогтар, әртүрлі видеолар салатын боламын. Ал бүгінгі влог 17 мамыр күні беймарафон болады. Мен соған қатысамын деп шештім. Соның стартовый пакетін алуға барамын. Сендерді өзімен бірге алып кетемін. Астанаға көшкенімізге қатты қуанамын. Менің жаным әдеміліктен рахат алады. Осы жердің бізге берер мүмкіндігі көп деп сенемін. Триатлон паркқа келдік. Енді мосттың астына барам. Сол жерде беріп жатыр. Бұл менің 5 жылдан кейінгі алғашқы жүгіруім болайын деп тұр. Мен негізі 5 километрға жазылдым, бірақ енді ойланып тұрмын. Может 10. Адамдар бара жатыр. Номерогын алуға бара жатқан адамдар секілді. Неге мен 5 емес 10 жүгіргім келді? Өйткені 5 километр дейтін триатлон паркінің ішінде ғана жүгіресің, ал 10 километр уже қаланың бойымен. Сол себепті әдемілікті көрейін деп. Стартовый пакеттің ішінде не бар екен, соны бірге қарайық. Осындай футболка. Су. Бұл безалкогольный напиток дейді. Мына жерде лимонад. Теңге сертификат клиникаға, мастер кофеға скидка, 60 күндік жазылым Яндекс Плюсқа, сертификат 10 000 теңгеге, инвивоға, как раз қан тапсыру керек. Шоколад, чай сияқты. Сондай. И тереуіштер номерокты қадап алу үшін. Менің номерогым мына жерде. Артында чип бар. Потом результаттарды интернеттен көруге болады. Бұл магнитик бейжіздай қолындағы достарымнан дейді. Өте қуаныштымын осындай қайырымдылыққа атсалысып жатқаныма. Барлық балаға шипа беріп, бәрінде бәрі жақсы болып, жарқын болашақ болсын деп қоймын. Бұл Легоның ойыншығы екен. Бұл менің сәтті талисманым болсын деп тілеймін. Рахмет. Үйге келгеннен кейін балалардың прививочный картасын алып поликлиникаға бардым. Келгелі әлі тапсырма бердік. Балалар қан тапсырған, соған назначение алуға келдім. Бұдан шыққаннан кейін жаңа постқа соғып посылкамды алдым. Так, нормально. Осылай 3 сағатта мен шаруаларымды бітіріп келдім. Енді қазір демалып алып
мен таргетпен айналысатын боламын. Өйткені менің қазіргі жұмысым ол таргетолог. Солай. Енді бұйырса келесі влогта кездескенше, ол влог марафоннан болады. Пока!